Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін үй жағдайында қарапайым заттардан дәл дүкендегідей савоярди печеньелерін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге екі үлкен ыдыс керек болады. Екеуі де құрғақ және майсыз болуы тиіс. Кейін салқын 3 жұмыртқамыздың ақ уыз бен сары уызын екі ыдысқа бөліп аламыз. Ең алдымен ақ уызымызға шым-шым тұз қосып, жақсылап миксерлейміз. Миксеріміз таза және құрғақ болуы тиіс. Міне біздің белогымыз дәл осылай аппақ көбік болады. Енді шекерімізді қосамыз. Өлшеніп алған шекеріміздің барлығын емес, жартылай ғана қосып отыратын боламыз. Яғни өлшеніп алған 60 грамм шекеріміздің 20 граммын қосып, жақсылап кристалл ерігенше миксерлейміз. Кейін қайта шекерімізді қосып, жақсылап кристалл ерігенше миксерлейміз. Және 10 граммын сары уызымызға алып қаламыз. Міне біздің ақ уызымыз да дайын болып қалды. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін біздің ақ уызымыз ыдысқа жабысып, төңкерген сәтте не қимылдамайды, не ағып кетпейді. Енді сары уызымызға кірісейік. Алып қалған 10 граммымызды сары уызымызға қосып, жақсылап 2-3 минуттай миксерлеп аламыз. Ал енді 2 ас қасықтай ақ уызымызды алып, сары уызға қосып, төменнен жоғары қарай силиконовый лопатка немесе ағаш таяқшамен араластырамыз. Ал енді ситамызға ұнымызды құйып аламыз. Кейін картоп крахмалы немесе кукурузный крахмалынан 1 ас қасық ұнымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсы әсер болсын десеңіз, 1 шай қасық разрыхитель қоссаңыз болады. Ал енді ұнымызды ақ уызымызға себелеп шығайық. Кейін сары уызымыздың жартысын қосамыз, кейін қайтадан ұнымызды қосамыз, қайтадан сары уызымызды қосамыз. Ең соңынан қалған ұнның барлығын ситадан өткізіп шығамыз. Ол өте маңызды. Ал енді силиконовый лопаткамен төменнен жоғары қарай барлығы біріккенше араластырамыз. Миксерлеуге болмайды және шанышқы немесе венчикпен араластыруға болмайды. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Пешімізді қыздырып қойып, кондитерлік мешогына салып, пергамент қағазына құйып шығамыз. Барлығын бірдей жасауға тырысып көріңіз. Ал енді бетіне сахарный пудрамызды сеуіп шығамыз 2 қайтара. Яғни 1 қайтара сеуіп шығамыз, қайтадан 2 қайтара сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Неменде барлығы пісіп шықты. Қарап тұрсаңыздар, сахарный пудра қосылған және қосылмағанның өте үлкен айырмашылығы бар екен. Енді қарасаңыздар, өте жұмсақ болып шықты. Менде тирамису немесе дамская пальчики қолданатын болсаңыздар, бұл печеньелерімізді қайтадан пешке жіберетін боламыз. Пештің сеткасына печеньелерімізді орналастырып, қызып тұрған пеште 100 градуста 5 минутқа салып шығамыз. Кейін толыққанды суығаннан кейін барып тортымызға қолдансақ болады. Міне менде өте қыттырлық савоярди печеньелеріміз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, ең бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.